Достар, қайырлы күн, каналға қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, әрі тез жасалатын етті бәліштің рецебімен бөлісемін. Алдымен майымызды ертіп, оған қаймақ, бір жұмыртқа, тұз салып, бір келкі болғанша араластырамыз. Електен ұнымызды өткізіп, жұмсақ қамыр илейміз. Содан қамырымызды пищевая пленкамен орап, тоңазытқышқа 20 минутқа салып, салмасын дайындаймыз. Картоп жуамызды майда етіп кесеміз, немесе измельчительдің көмегімен майдалауға болады. Фаршқа жуа, картоп, тұз және қара бұрыш саламыз. Жақсылап барлығын араластырамыз. Жақсылап араласып болғаннан кейін қамырымызды екіге бөліп, оны сеуіп, жайып аламыз. Салмасын салып, екінші бөлігімен бәліштің үстін жауып, видеодағыдай шеттерін түйіп, жұмыртқа жағып, кунжут себеміз. Қызып тұрған пешке 180 градусқа саламыз. Осымен пирогымыз дайын, ас болсын.